власти на территории Казахстана открыто очень много уникальных памятников, в том числе памятников строительной культуры эпохи бронзы, керамического искусства этого периода. Әлки Марғұлан еңбектерін қазақшадан орысшаға, орысшадан қазақшаға өзі аударатын болған, аспирант кезінде Шығыс институтында сабақ беріп, студенттерге түрік тілдерінен дәріс оққан. Әлки Марғұланның қандай ғалым болған туралы 1960 жылдары Қазақстан ғылым академиясын басқарған Шапық Шөкин былай деп лайықты бағасын берді. Оның халықтың рухани мұрасын жаңғырту үшін жасағаны ғылымның шектеуінен шығып, адамзатқа маңызды дүниеге айналды. Әлки Марғұлан Ленинград қаласында бір уақытта 3 институтқа түседі. Сөйтіп ол шығыстану, археология және өнер институтын тамамдайды. Ғалымның асқан дарындылығын осыдан да біле берсеңіз болады. Ғұлама ғалымның өнегелі өмірінен сыр шертетін естеліктер жетерлік. Дегенмен алаштанушы Тұрсын Жұртбайдың зерттеулерінде жазылған мына бір жайт көпшілікке белгісіз еді. Әлки Марғұлан Томск қаласында оқып жүрген кезінде алаш қайраткері Хайраддин Болғанбаевтың ұлы Ғалымжан Болғанбаевпен жатақханада бір бөлмеде тұрады. Халық жаусың деген айып тағып келіп тұтқындамақ болған НКВД қызметкерлеріне Әлки Марғұлан мен халық жау емеспін, халық жау болғанша өлгенім артық деп пышақпен тамақ тұсынан осып жібереді. Дегенмен ғалымның жаны аман қалып емханаға жатып шығады. Осы оқиғадан кейін Әлки Марғұланнан халық жауы деген айып алынып тасталады. Осының себебінен Әлки Марғұлан өмір бақи қырылдап сөйлейтін және тамағында тыртық қалған екен. Ол осындай жанкештілікпен өмірін сақтады. Әлбетте бұл жеке бастың қам емес еді. Ол өзімен бірге қазақ халқының бай мұрасы да жоғалатынын ұғынды. Десе де кейін ғалымның үстінен қазақ тарихын бұрмалады деп арыз түсіріп 1934 жылы Ленинградта 3 жыл абақтыға қамалды. Елордадағы Отырар кітапханасында Әлки Марғұланның көзі тірісінде қолданған жұмыс құралдары сақтаулы. Мәселен, компастың ғалымның 10 жерасты қаласын табуына септігі тигені анық. Ғалымның жалғыз қызы Дәнел де әкесінің жолын жалғастырып, ғылым кандидаты атанды. 80 жыл ғұмыр кешкен Әлки Марғұлан өмірінің соңғы күндеріне дейін зерттеулерін тоқтатпады. Ғалымның қаламынан туған соңғы дүние орталық Қазақстан архитектурасы деп аталды. Нәтижесінде ол өзінің негізгі еңбектерінен тұратын 14 томдық мұра қалдырып кетті. Бұл келер ұрпақтың бітпес қазынасы.